Сәлем достар, эфирде қайтадан оңай English бағдарламасы, сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тіліндегі can модалды етістігінің сөйлемде атқаратын қызметтері жайлы сөйлесетін боламыз. Can етістігінің бірінші қызметі ability in the present. Осы шақтағы бір адамның екінші бір нәрсені істей алу қабілеті. I can drive a car. Мен машине айдай аламын. Can көмекші етістігі. Drive негізгі етістігі қойылған. Екінші қызметі polite request. Бір адам екінші бір адамға сыпайы түрде өтініш жасаған кезде қолданады. Мысалға, can you help me? Сіз маған көмектесе аласыз ба? Can көмекші етістігі сөйлемнің алдында тұр. Үшінші қызметі general possibility. Мүмкін болатын, жалпылай мүмкін болатын іс-әрекеттерді, физикалық құбылыстарды сипаттаған кезде can етістігі қолданылады. Мысалға, it can be plus 50 in summer. Жазда 50 градусқа дейін ыстық бола алады. Төртінші қызмет can етістігінің болымсыз формадағы түріне қатысты negative logical necessity. Бір адам екінші бір адам туралы пайымдаған кезде, жорамал жасаған кезде қолданады. You must be самал. Сен самал болуың керек деп айтатын болсақ, you can't be самал. Сенің самал болу мүмкін емес деп адам өз бетінше болжам жасауда. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі модалды, басқа да модалды етістіктердің қызметтері жайлы айтатын боламыз. Ендеше